Қалалық бөлімдердің басшылары Тахауи Ахтанов атындағы облыстық драма театрына түгел жиналды. Таңғы сағат 10-нан 12-ге дейін тұрғындарды қабылдады. Жыл сайын өткізілетін шараны ақтөбеліктер арасында күткендер көп. Барлығы басшыларға жазылмай-ақ мәселелерін шешкілері келеді. Осы жерде біздің қалалық әкімдікке қатысты барлық мемлекеттік мекемелердің басшылары және мамандары азаматтарды қабылдап, барлық толғандырған мәселелері бойынша өздерінің жауаптарын береді. Сонымен қатар өз құжаттарыңызды алып келетін болсаңыздар, біз осы жерде сол құжаттарыңызды қарап, қалай толықтыру керек, қалай түзету керек, сол бойынша ақыл кеңес беретін боламыз. Барлық мемлекеттік мекемелердің басшылары осы жерде бір жерден ашық есік күні дәстүрлі түрде өткізіп келеді. Қабылдауға келгендердің арасында жер мен тұрғын үй кезегіне тұрғандар жетерлік, кезегіміз жылжымай жатыр дейді. Солардың бірі Сейітжан Қарымсақов. 2001 жылы Қарақалпақстаннан Ақтөбеге көшіп келген. Тыл ардагері болған әкесі Әбдіжан Қарымсақов 2007 жылы тұрғын үй кезегіне тұрыпты. Алайда 5 жыл бұрын ақсақал армандаған пәтеріне қол жеткізе алмастан көз жұмады. Кейін үлкен ұлы әкесінің орнына кезекке тұрған, бірақ өзгеріс жоқ. Кеше телевизордан көріп қалдым ғой, дүйсекені сонда үй беріп жатыр деп жатқандар. Біреулерді естіп жатырмын, таныстардар бар ғой, енді алып жатқанда үйлер 2009-дағы олар алып жатыр. Енді біздің категориядағы адамдар үй қашан алады деген сұрақпен бүгін келіп отырмын. Енді біздердің менің әкем ол өліп кеткендігі айттым ғой, жаңа өлгенде ол 2012-де қайтыс болды. Сосын мен ол қалған шығар деп ойлағанымын ғой. Сонымен мен енді әкем өліп кетті, енді менің де жасым 60-қа таяп қалды. Мен өлгенде келем ма осы деп қорқып жүргенмін. Ал ақтөбелік Күнбол Мырзабергенованы баспана салу мерзімінің қысқалығы алаңдатады. 2006 жылы жер кезегіне тұрған ол жерін биыл алған. Алайда үй тұрғызуға 2 жыл тым аз дейді. Қаражат қажет. Жер қарыз беріп жатқанның бәрі көбі квартирада қаңылып жүргендер, дачада қаңылып жүргендер. Олар міне енді қазір бәрі қымбат кетті. Проезд да қымбат, бәрі мына салатын строй материал да қымбат. 2 жылда олар даже фундаментін де құя алмайды. Анау айдала ештеңе жоқ, онда дым жоқ. Суды да алып бару керек, тасты да алып бару керек. Оған миллиондаған ақша керек. Сондықтан ең болмаса жәрдем бермесе, не берсін, жылын ұзартсын. Қазір қала маңындағы жерлер кезегі келген азаматтарға 2 жыл мерзімге жалға беріліп жатыр. Осы аралықта баспанасын көтеру қажет. Дегенмен мамандар тұрғындардың жағдайлары да ескерілетінін айтады. Электр желісі тартылған сәттен бастап жерді пайдалану мерзімі есептеледі. Егер де осы жылдың электр желісі тартылған сәттен бастап іргетасын құйып, қабырғасын көтеру жұмыстар жасап жатса, әрине біздер азаматтарға одан ары қарай қажетті мерзіміне созып береміз. Бұлай жұмыстар жасап жатырмыз жалпы. Ол жерде бір қорқатын ештеңе жоқ. Егер де жаңағыдай коммуникациялық желілер тартылып, ешқандай әрекетсіз отырса, ешқандай фундамент құймай, ондай болса, әрине біз келісімшартты ары қарай созбаймыз. Одан да басқа бірнеше адамға, мыңдаған азамат кезекте тұр, соларға беруге тура келеді. Білім, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, сәулет және қала құрылысы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімдерінің басшыларына да тұрғындар өз сауалдарын қойып жауап алды. Әсел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік.